Шырақ болу оңай емес, жарық шашу үшін әуелі жану керек депті бір ойшыл. Өткен хабарымызда тігін шеберханасының жұмыс барысы жайлы Гүлжана Жақсыбайқызымен әңгімелесіп, өздеріңізбен бөліскен едік. Ал шымылдық сыртындағы шырақтың бүгінгі санын суретшілік өнеріне арнаймыз. Қайырлы күн көрермен. Суретшілер сахнаның макеті, формасы, декорациялардың қойылу үлгісі дәл осы еңбек адамдарының қолынан шығады. Көне заман тарихынан бастап қазіргі заманға архитектура, мүсін, сурет, қолөнер, әр тарихи кезеңдегі халықтардың өмір сүру салты, жүріс-тұрыс мәдениеті сияқты толып жатқан дүниелердің барлығын тұтас дүние етіп ұсынатын, көзге көріне бермейтін өнер сценография. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері Әкем театрында 16 жыл еңбек етіп келе жатқан 30-ға жоқ спектакльдің қоюшы суретшісі, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Мұрат Сапаров. Сценографтың жалпы қай жерде болмасын функциясы, жалпы өзінің миссиясы деген ол сахнаны безендіру. Драматургиямен танысып болғаннан кейін режиссермен жұмыс істейді сценограф. Жалпы актерлармен жұмыс істейді. Неге десеңіз, ол киіндіреді костюмдерге мысалға. Сахнада декорациясын жасайды, соның бәрін идеясын беретін, жалпы бір тұтас концепциясын спектакльге, драматургияға байланысты концепциясын шығаратын, ол сценографтың міндеті, сценографтың жұмысы. Әркімнің өзінің шығармашылық адам болғаннан кейін құқығы бар. Режиссер өзінше бір жаңалықтар кіргізеді, суретші бір жаңалықтар тауып. Шығармашылық болғаннан кейін бұл жерде былай свободный формат дейміз ғой, сондай бір көлемінде жұмыс істеу керек, өйткені ол сонысымен қызық. Әуезов театрында апат спектаклінен жұмыс бастадық. Апат спектаклі ол Игорь Вовнянко автор, басты рөлдерде Асанәлі Әшімов болды, режиссер Абакар Рахимов. Аралдың проблемасы қозғалған, негізі ең бірінші жұмысым сол болды. Шығармашылық болғаннан кейін ол әр кезде әр қалай ғой. Қиын үлгере алмай, мен түсініп отырмын, сіз бір уақытқа келгеннен кейін, белгіленгеннен кейін сол уақытқа шығару керек дейсіз ғой. Енді үлгеруге тырысамыз, ондай жағдай болған жоқ, жалпы бір үлгермей қалып, спектакль шықпай қалып, ондай жағдай болған жоқ. Қысқа мерзімде жасалған спектакльдерде болды, мысалға, мен айтайын сізге, 3 аптаның ішінде жасалған спектакльдерде бар. Ол кәдімгі, ол өзіндік жұмыс емес, ол театрдың репертуарында жүретін үлкен, сахнада жүретін спектакльдер 3 аптада шығарамыз. Мысалы, ол Нұрғанат Жақыпбай деген режиссер бар, біздің ағамыз, сол кісімен, мысалы, Шырақ жанған түн деген спектакль шығарған, Нұрлан Оразалин, по-моему, есімде жоқ, автор. Сол 3 аптаның ішінде, мен үшін ол бір рекорд. Жалпы сценограф қалай танылады? Ол біздің жұмысымыз тек сахнада көрінетін жұмыс. Біз сол өзіміздің декорациямызбен сөйлейміз, декорациямен айтамыз, сол декорациямен ой жеткіземіз. Біздің айтар сөзіміз ол сахна. Ой, пікір талас болады, тартыс болады, бірақ задача бар, материал бар, алда спектакль бар. Бір ойдан шығуға тырысамыз, ол үшін орта шешімге, ол үшін жұмыс істейміз, сол үшін біз маманымыз сол, бір нұсқамыз ұнамай жатса, тағы да бірнеше нұсқа алып келеміз, варианттар дейміз ғой. Сонымен бір шешімге келгенше, ұнағанша, режиссермен жұмыс істеген кезде көп нәрсені, мысалы, сол процесс арқылы біліп тани бересінде, ары қарай ой келе береді.
көрерменге қандай ой жеткіземін, қандай ой білдіреміз деп ойлаймыз бірінші орында режиссермен. Сондықтан сценографтың міндеті де, сценографтың жұмысы да неғұрлым автордың жазған материалын қызықты формада көрерменге жеткізу. Мұрат аға, әңгімеңізге көп-көп рахмет, жұмысыңызға табыс тілеймін. Кейіпкеріміздің айтуы бойынша сценография режиссер мен артистерге кедергі жасамауы тиіс. Мұндағы басты талап көрерменге бір тұтас үйлесімді дүние ұсыну. Тек бір тілек, қымбатты көрермен, тасадағы таланттарды да танып жүрейік. Театрда жалыққанша.